Ассаляму алейкум, урметли сәрджелер. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін февральнын 8 жума күні. Луганск вилаятынын хутуры Вильный имаежилері 120 мм калибрлі мина топлары атышы астында қалды. Украина мудафа назерлігінің матбуат қызметі хабер әткеніне көре атыш саба саат 11-де ачылған. Ичбір Украина маежесі зарар көрмеді, туневын ішгалжелер тынчылық режиманы 6 кере боздылар. Әке кере Минск анлашмаларында ясақ етілген сіля қоланылды, шу жүмледен Луганск вилаятының Троицке қасабасында есенжілар 120-82 мм калибрлі мина топларыны қоланды. Русия писханесінде ось эле елығыны Украин журналисты Кремль саяси мобюсы Роман Сущенко кечере. О Кировск жеза ханесінде тутула бүгін жемат имаежесі Марк Фейген оның еле күрішмеге тарашачақ. Ичсимай ағларда саяси мобюске қол тұтмақ үшін Украина ватан перверлі дүния әрекеті тарафындан тешкіл етілген флешмоб кечерілежек. Бұның еле Украин формагентлігінде Сущенко жеза ханеде япқан ресмилері нумайыш етілежек, айны бойле сәргі Паристеде откерілежек. Журналист Роман Сущенко 2016 сенесі сентябрь 30-ында Москвада яқаланылды. Сонында о жасуслықта қабатланылды ве 12 ел серт апиш жазасына махкум етілді. Жесаретлерінден ғурур дуямыз азат етмек үшін еллерімізден келгеніне япамыз. Қырым-татар халқы елбасшылары саяси мобюслер Володимир Балух ве Роман Сущенканы доған күні мұнасибетінен хайырладылар. Қырым-татар милли меджлис рейсі Рифа Чубаровның сөзлеріне көре, Украина Москваға тесір етув меселесінде Түркияге үміт еті. Русияви ишғал етілген Қырымда аписте болынған мобюслер жедвелі, олардың арасында Арбий СР денежелерді Түркияге Кремль елі мұнақашалар кечірмек мақсадынен берілді. Туреччина працює з цими списками. Түркия будет велернен чалыша. Біз эписи сияси үмбіслерінің исмилеріні бердік. Ама Русия апысанелерінден бір кемсені азатмақ бір талиили бір шейге ошай. Русия гуманитарияда ұқық себеплерге эсасланып кемсені азат етмей. Ялны сөзі үшін бір кәр чығарқанында япа біле. О үмбіслерінің алыш веріш япа. Үміт етем, ойле бір күн келер, Путин әркезні азат етмеге мечбур қалажақ. Россия такая страна. Русия эвелки шуралар бірлігі кебі бір мемлекеттір. О халқыра құқыны диққатқа алмай. Дүнияда не айтсыла да она фарқ етмес. Ама ешғал етілген Қырымда инсан ақлары қоруф акциясы өткерілмесе еді, шымды 70 махкум еріне 700 олыр еді. Русия писханесінде ось доған күніні да бір саяси мобюс Володимир Балух кечере бүгін о 48 яшыны толдырды. О илхақ етілген Қырымның кереш жеза ханесінде тұтыла. Саяси мобюслер Володимир Балух ве Роман Сущенкаға қол тұтмақ үшін Киевнің мұстақылық мейданында юзлерже адам топлашты. Олар біраз сонра саяси мобюслерге берілежек мектуплер язды. В першу чергу, саме для наших в'язнів. Бу акцияларна эписте тутулган мобюслеріміз үшін кечереміз. Біз оларға қол тұтқанымызны білмек, дуймақ керекміз. Суық қышта адамлар мейданға чықып, олар ақында айтқанларыны, оларны доған күнінен хайырлағанларыны білгенде, эшіткенде, олар бұтын япқанлары ве шымділік эписте олғанлары ве нафеле олмағанына аңлайлар. Кремль саяси мобюслеріні доған күнлері мұнасибеті еле Европа парламенті мобюслері де хайырлады Брюксельде Володимир Балух ве Роман Сущенканың доған күніне бағышланған акция тешкіл етілді. Европа парламенті бинасы янындаки мейданға мобюслер ве Европа бірлігіндегі Украина миссиясы темселжелері чықталар. Бұның еле парламент азалары Балух ве Сущенкаға қол тұтмақ үшін мектуплерді язды. Русиядан эпосы Украин саяси мобюслеріні дерал азат етмеге талап еттілер ве халқара топлылығына Кремль әсаранден саяси мобюслеріні азат етмек үшін Русияге сықыштыруыны арттырмаға режа еттілер.
Кремль мобюсы Евгений Панов Омск шәрінің алтынчы жазаханесінде. Бу этапның сонки яра боқтаю этивеге мобюсының ағасы Игорь Котелянец тариф етті. Оның сөзлеріне көре оқу құройжылар бу жазаханеде қылынувлар искенжелер олғана ақында чоқ кере айтқан еділер. Күзде есе бу ерді махкюмлер исян көтерген еділер. Омсктағы тевқифханесінден Евгений Панов ағасына мектуб йоллаған белі ве аяғы ағыртқаны аққында язған. Жазахане хадимлері берген елечілардан тек ағырсызландырыжы сойлары Пановның этап етілігі қарарнен 4 ай девам етті. Энергодар шәрі сәкені Евгений Панов 2016 сенесі август айында илхақ етілген Қырым әлі меморий сынарда Русия телекөсізлі хадимлері тарафындан яқаланылды. Панов 8 елға апиш жазасына махкум етілді. О Қырымда диверсиялар азарлағанында қабатланыла. 2015 сенесі новичок чешетінің зиярынен Булгар иш адамы Емельян Гебревны зиярледілер. Олар білген себеплерден бірісі шөйле. Оның шirketi Украинаға силя теслиматынен ұғрашайды боқта. Зейнсадарве білінгі етнешрят хабер әті. Булгар иш адамның аятына Федотов шартлы исымынен Русия селялы құветлері баштабы башы дәресінің истефадаки полковнигі суйқаст әтті. О Чипига ве Мишкин ружде суслары или береберлікті соус бередеки скрипаллерінің зиярлемеге тұрышты ве Зейнсадарве білінгі етнешрелерінің малюматына көре Федотов Булгаристанның Бурга шеріне 2015 сенесі апрелінің 24-інде учақнен келген еді. Бұ күнлері есе Москваға қайтмақ керек еді, ама апрелінің 28-інде Федотов Истанбулға учып кетті, андан есе Москваға қайтты. Айны бұ күні София Шерінде ағыр зерленув алиметлерінен Гебрев хастаханеге тұшты. Шер мерkezінде Чечек женеті Лондрада орхидеялар фестивалі башлана. Бұ сене о Колумбияға бағышланған айны бұ мемлекетті орхидеяларының ең чоқ чешеті осмекті фестивальде флористлер бір чоқ чечек көстережеклер. Сергейчон мақсус бақша дизайны азырланылды. Йосын пытақ ве отлардан юнус балығы, қаплан ве дегер экзотик айванларының элчеклері япылды. Орхидеялар фестиваліні енді ярындан башлап зиярет етмеге мүмкін олacak. Сергі мартның 10-на қадар çalışacak. Түркия Украина ватандашларына яны тасил имканларына ача Түркия бурслары тасил программасына февральның 20-сіне қадар қайды тілмеге мүмкін. Ве ось тасил елыны әрбір Украина ватандашы Түркияде девам ете білежек. Авропа севесінде амада уйғун олған имканларнен Түркия бурслары Украинадан ве айрыжа Қырымдан тәлебелеріні қабул ете білежеклер. Али тасил шарайтлері қында невбетті келев хамызда. Фериде Таврия Милли университетінде турк тілі ве әдебиет бөлігін бітірген сон тәсілні фарқлы бір өлкеде девам етмеге қарар берді. 400 000 абитуриентлерден сечілген 2000 муфафақиетлі студентлерінің сырасына кіріп, оңа турк халық әдебиетінде академик карьераны башламаға ве бұ саада тетқиқат проектіна азырламаға қызмет олды. Қырым татар ерлерінде көчлер, білесіз, Қырымдан Түркияге көч еткен Қырым татарлар вақылы ве сүргінге кеткен қалқымызнен бағылы бір дипломышы яздым. Мұнда 200 ел әвел көч еткен Қырым татарларнен лайф етмеге, олардың фікірлеріні алмаға фұрсатым олды. 150 фарқлы мемлекеттен келген тәлебелерге қапуларны ашқан Түркия өз тәсіл стандартларынан Авропадан артта қалмады. Ве мұйым олған yüksek кейфиетлі оқу шарайетлеріне үршмеге yolları көрінгеніні кібі қиын дегіл. Европа севесінде ама да ucuz, да масрафсыз ve da
bizim için, Türkiye halklar için daha böyle faydalı vakit geçiriyorsunuz bunda. Şimdi Feride Ankara'daki Ukrayn Büyükelçiliğinde çalışa. Onun esas vazifelerinden biri Türkiye'de Ukrayn ve Kırım Tatar medeniyetini tanıttırmak ve diasporanın bağını kuvvetleştirmektir. Tahsil devamında kazanılgan bilgi, tecrübe ve farklı insanların kurulgan bağlantılar Feride'nin zenat hayatındaki mesuliyetlerini kolaylaştıra. Onun için o yangi metod ve usul peşinde olgan ambisiyoz gençlerimizge farklı memleketlerde inkişaf etmege tavsiye etti. Aynı insanlarla konuşmak bu ne yazık ki zamannevi dünyada şimdiki zamanda yeterli değil. Farklı memleketlerge açılmak gerek, farklı programmalarga, farklı külturalarga açılmak gerek. Umumen Türkiye'de 600'ge yakın Ukrayna vatandaşı farklı alanlarda tahsil ala. Bunun 5'ten biri 2012 senesinden beri etrafında yüzlerce öğrenci toplangan. Türkiye Bursları adlı stipendiya programmasında kol tutuvnen tahsil almakta. Türkiye burslarının tabii en büyük özelliği öğrencinin üniversite harcını, yurt masraflarını, sağlık sigortasını, her türlü masrafını karşılaması ve bunu ek olarak da burslu öğrencilerimizin ellerine aylıkta bir harç vermesi. Bunun dışında tabii ki bizim burslarımızı kazanan öğrencilerimiz üniversiteye de yerleştirilmiş oluyor. Biz üniversite yerleştirilmesi de yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye bursları her türlü imkanı sunan, içerisinde maddi olarak öğrencinin eğitim dışında hiçbir şey düşünmeyeceği, sadece eğitimi düşeceği maddi imkanlar sunan bir burs programı. Ukrayna Türkiye münasebetlerinin meraklangan ve bu sahada Hacı Bayram Üniversitesi'nde doktoranturanı yasagan Riana şimdi başlangıç basamağında. Öz ilmi reberinin proyektini planlaştırgan son vaktinin büyük kısmını tedqiqatnen uğraşıp kitaplar başında geçiri. Onun aytkanlarına göre bir talebenin bütün ihtiyaçları üniversitelerinin yurtunda kolaylıkla karşılana. Aslında Hacı Bayram Üniversitesi bayağı büyük bir üniversite ama bu üniversitenin bir kısmını görebilirsiniz. Benim arkamda İktisadi ve İdari Bilimlerin Fakültesinin binasıdır. Benim derslerim burada geçti. Onun yanında da kültür merkezi ve orada genelde öğrenciler farklı faaliyetleri gerçekleştiriyor. Ayrıca bir konuşmacılar gelince onlara burada misafir ediyorlar. Çok eğlenceli zaman geçiriyoruz çünkü sadece derslerle uğraşmıyoruz. Aynı zamanda farklı faaliyetlerde. Başlangıç proyektini muvaffakiyetli bir şekilde yekünlegen son Riana halkara teşkilatlarında çalışıp Ukrayna ve Kırım'ın bağlı mevzularını halkara platformasında temsil etmege maksadında. İmran Hüseyinov, Ediye Kataman, Ankara, UATV. Урметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл соңғы хабарымыз дадачо хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olınız, özünüzге мұқайт olınız, сағлықнен қалыныз, көрішкенде.